Қанат Ислам, қазақ кәсіпқой бокс жұлдызы, жүрегі жұртым деп соғатын батырларымыздың бірі. Қанаттың бокс мансабы өте бай. Олимпиаданың қола жүлдегері, Астана Арланс клубының мүшесі, енді міне кәсіпқой бокста атой салып жүр. Тәуелсіздік күніне орай батырымыз Астана төрінде рингке оралуы мүмкін. Осы орайда миллиардты мойындатқан қазақ Қанат Ислам жайлы айта кетуді жөн көрдік. Қарсыласын қолдан ұстап алды да біраз. Ассалаумағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін әлем боксинг арнасына қош келдіңіздер. Қанат Ислам 1984 жылы 13 қыркүйекте Қытай Халық Республикасының Шыңжаң ұйғыр автономиясына қарасты Қаба ауданында дүниеге келген. Ағасы Ерлан әуесқой бокста біраз жетістіктерге жеткен екен. Бала Қанатта 6 жасынан бастап ағасына еріп жаттыға бастайды. Осылайша боксқа жан тәнімен берілген ол 13 жасынан бастап жарыстарға шыға бастайды. Ең алдымен 16 жасында өзі тұрып жатқан автономиялық ауданның чемпионы атанады. Ересектер арасында Қытайдың бірнеше дүркін чемпионы атанған ол Ханати Силаму деген атпен әлемдік додаларға қатыса бастайды. Алдымен 2004 жылғы Афини олимпиадасының алғашқы айналымында әзірбайжандық боксшыға есе жіберіп қояды. 2006 жылғы Азия ойындарының жартылай финалында Бақыт Сәрсепаевқа есе жіберіп, қола жүлдені қанағат тұтады. Дегенмен 2007 жылғы әлем чемпионатында кеткен есені қайтарған Қанат Бақытты ширек финалда жеңіп, жүлдесіз қалдырған болатын. 2008 жылғы Бейжің олимпиадасының жартылай финалында Қанат кубалық Карлос Банто Суареспен кездеседі. Алғашқы раундты Қанат өте белсенді бастайды. Алайда блокты мықтап қойып алған кубалық таза соққы жасауға мүмкіндік бермейді. Екінші раундта кішкене шаршаңқырап қалған Қанаттың баяулай бастағанын көрген Суарес шабуылды үдетіп, есеп айырмасында көп алға шығып кетеді. Үшінші және төртінші раундтарда осыған ұқсас сценарийде өткен жекпе-жекте Қанат 17-де 4 есебімен жеңіліп, Олимпиаданың қола жүлдегері атанған болатын. Ал кубалық боксшыны финалда Бақыт Сәрсекбаев ойнап жүріп жеңіп кетеді. Олимпиада алдындағы оқу-жаттығу жиындарын Қазақстанда өткізген Қанат Бейжің олимпиадасынан соң атамекеніне оралуға шешім қабылдап, құжаттарын дайындай бастайды. Қытайлық шенеуніктердің Лондон олимпиадасына қатысасың, көп ақша береміз дегеніне көнбеген Қанат 2010 жылы Қазақстанға көшіп кетеді. Оған оралуға ұлттық құраманың бұрынғы бапкері Тұрсынғали Еділов пен меценат Бауыржан Оспанов көп көмектескен көрінеді. 2011 жылы ресми түрде Қазақстан азаматтығын алған Қанат өкінішке орай Лондон олимпиадасына өз елінің атынан қатысу жайлы арманына жете алмайды. Араға құжаттың ұзақ дайындалуы мен Қытайдың саясаты да түскен болатын. Атамекенге оралған Қанат бірден Астана Арланс командасына алғашқы жекпе-жегін өткізеді. Алматы аренада өткен бұл жекпе-жекте отандасымыздың қарсыласы ганалық боксшы Патрик Аллотей болады.
Ал жекпе-жекте бәске 69 келідегі WBO интерконтинентал белдігі қойылады. Жекпе-жек бастала сала қанат қарсыласының қимылын баяулату мақсатында негізінен іштен соға бастайды. Он столько напропускал. Да, он опытный парень очень. Потому что я его пропустил, да. Вот здесь. Хорошо прокатывает канат. Алайда қанша соққы өткізсе де, сағасын баған ганалық боксшы оңай шағылатын жаңғақ емес екен. Жекпе-жек ортасына қарай қанаттың қарқынды бәсеңдеткен сезген Алотай енді шабуылдай бастайды. Бірақ қанат ринг қожайыны өзі екендігін білдіріп, бірден ганалық боксшының шабуылын басып тастап отырады. Осылайша өткен жекпе-жекте айқын басымдықпен қанат жеңіп шығады. Бұл оның алғашқы 12 раундтық жекпе-жегі болатын. Поздравляем еще раз. Каната Ислама всех казахстан. 2017 жылдың мамыр айында отандасымыз 24-ші жекпе-жегінде енді WBA интерконтинентал белдігі үшін жекпе-жекке шығады. Бұл жолғы қарсыласы мексикалық Норберто Гонсалесті 12 раунд бойы қуып жүру сабап ұпай санымен жеңіп шығады. Бақыттайды. Денесінде төрешіге шағым таким вот крепким соперником. Undefeated from Kazakhstan. Қанат Исламның жеңісі ешкім күмән келтірмейді. This is for my team, teamwork. I am work for 12 rounds. You know, I next opponent very strong. Ағылшынша судай ағып тұрған қанаттың ақшта бокс жұлдызына айналуына мүмкіндігі толығымен жетуші еді. Алайда промоутері Нельсон Лопестің чемпиондық жекпе-жектер ұйымдастыруға шамасы жетпейді. 2017 жылы күзде Астанада өткен жекпе-жекте отандасымыз әлі жеңіліс көрмеген канадалық Брэндон Кукпен кездеседі. Дәл тиді қазір қанатқа. Жекпе-жек бастала сала канадалық боксшы агрессивті түрде шабуыл жасай бастайды. Алайда деңгейі отандасымыздан әлде қайда төмен ол қанаттың қарымта соққыларына түсіп қала береді. Дегенмен екінші раундтан бастап қанат жекпе-жек тізгінін қолына алып, қарсыласының ауыр соққылардың астына ала бастайды. Тіпті үшінші раунд бітуіне санаулы секунд қалғанда, оң қолдың құлаштап тұрып соққан соққысымен Кукты жерге жалп етседі. Қарсыласын қолдан ұстап алды да біраз. Мәне тамаша. Бұдай соққыдан кетті. Бірақ тұрды Кукта. Төртінші раунд бастала сала кезекті рет белден төмен ұрғандығы үшін қанаттан бір ұпай алынады. 5-ші раунд басында шабуылын оң қолмен бастап, сол қолмен аяқтаған отандасымыз қарсыласын тағы да нокдаунға түсіреді. Дегенмен Кук жүректі жігіт екен. Қаншама ауыр соққы өткізсе де қарсылықты тоқтатпайды. Кукта өте сақ жүр. 8-ші раундта тағы бір құлап тұрған канадалықтың күйін көрген реферидің жүйкесі шыдамай, 9-ші раунд бастала сала жекпе-жекті тоқтатады. Осыдан соң сол кей чемпиондық жекпе-жекке тіпті жақындатты апара алмаған менеджері әрі промоутері Нельсон Лопестің қызметінен бас тартқан қанат енді менеджерлікке бізге жақсы таныс Эгис Климасты жалдайды. Бірақ өкінішке орай аяғын жарақаттап алған ол рингке тек 2019 жылы ғана оралып, Алматыда өткен жекпе-жекте доминикандық Хулио де Хесусты 10 секундтың ішінде ауыр нокаутқа жіберді. Аса ауыр жарақаттан кейін оралды. Бір өкініштісі, Эгис Климас осы жекпе-жектен соң қанаттың жекпе-жектерінде көрінбей кетеді. Есесіне қайтадан оралған Нельсон Лопес отандасымызға қайтадан түсініксіз жекпе-жектер ұйымдастыра бастайды. 2019 жылдың күзінде африкалық Уолтер Кондондокваны ұпай санымен жеңіп шығады. Осындай ауыр соққыдан кейін бастап кезде қанат қарымды көрген, бірақ соңына таман мына тізгінді бірте-бірте аяқталды, сонымен гонг кесілді. Осы жекпе-жектен соң қанат 72 келіге көтерілетіндігін жариялаған болатын. Алайда пандемия басталып кетіп, отандасымыз рингке арада бір жыл өткен соң барып қана оралады. 2021 жылдың ақпанында ақшта өткен жекпе-жекте қарсыласы Джейсон Минданы техникалық нокаутпен жеңеді. Осыдан соң тағы бір жылға үзіліс алған қанат 2022 жылдың басында англиялық Джимми Келлимен кездеседі. Жасының біразға келіп қалғанының әсеріме, әлде қарсыласын бағаламағандықтан ба, қанат жекпе-жекті сылбыр өткізе бастайды.
Ал қарсыласы Келли керісінше жинақы жүріп ұпайын түгендей береді. Жекпе-жек соңына қарай қанат қысымды күшейтіп қарсыласын құлатуға тырыса бастайды. Алайда Келли мүмкіндік бермейді. Осылайша отандасымыз ұпай саны мен мансабындағы алғашқы жеңілісіне ұшырайды. Бұл кезде қанаттың жасы 36-ға келіп қалған болатын. Жеңіліске сол әсер етті ме екен, әлде ұзақ уақыт бойы тек дәрежесі төмен қарсыластармен жұдырықтасудан жекпе-жекке деген ынтасы да сөніп қалған болар. Жеңілістен соң 2022 жылдың күзінде рингке оралған қанат аргентиналық Хавьер Франсиско Масиэльді ұпай санымен жеңіп, қайтадан жеңісі жолға оралғандай болған болатын. Бірақ соңғы жекпе-жегінен бері тағы да бір жыл өтіп кетті. Қазір батырымыздың жасы 39-да. Енді жас чемпиондармен бәсекелесу қанатқа ауырлау болатын секілді. Бұл әрине менің өз ойым. Сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарийға жаза кетіңіздер. Міне достар, қазіргі күннің батыры, елім деп еңіреген ерлеріміздің бірі Қанат Исламның мансабы әзірше осылай. Батырымызға алдағы уақытта тек жеңісті жекпе-жектер тілейміз. Елім жерім дейтін елді басқарып отырған ел ағаларымыздың құлағын алтын сырға, қарапайым халықпен бірге болыңыздар. Аспанға шығып кетпеңдер. Аспаннан аяқтарың аспаннан салбырап түскен жоқсыңдар. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Ұнаса міндетті түрде лайк басып отырыңыздар. Сіздермен болған Әлем боксинг арнасы.